Құрметті қалай, қазіргі кезде Қазақстанда мысалы ең төменгі жалақы бұл 85 мың теңге, яғни шамамен $160 шамасы. Ал енді петиция жарияланып жатыр халықтың арасында, бұл қазақстандықтардың ең төменгі жалақы мөлшерін 200 мың теңгеге дейін көтеруді ұсынып жатыр. Петиция авторлары былай деп жазған болатын: Қазақстандағы ең төменгі жалақы деңгейі Түркменстанмен салыстырғанда 2,5 есе, ал Литвамен салыстырғанда 8 есе төмен. Іс жүзінде 85 мың теңге бір отбасын асырауға, азық-түлік пен негізгі қажеттіліктерді өтеуге жеткіліксіз, әсіресе Алматы, Астана сияқты ірі қалаларда деп жазған болатын. Сонымен қатар бұл бастаманы қолдап петицияға қол қоюға үндеп жатқан көрінеді. Сонымен қатар бұл петицияға шамамен 3,5 мың адам дауыс беріп үлгерген. Әрине, бұл петиция жарияланғанымен халықтың арасында кең талқылау болып жатыр. Расында да бізде қазіргі кезде 85 мың теңге жалақыға өмір сүру өте қиын екені шындық. Әсіресе үлкен қалаларда, әсіресе мына Алматы, Астана сияқты қалаларда ең төменгі жалақы 85 мың теңгеге азық-түлік, негізгі қажетті заттарды алуға бір отбасы үшін бұл жеткіліксіз. Сондықтан 200 мың теңгеге дейін көтеруді ұсынып отыр. Мысалы ретінде Түркменстанды және Литваны, мына Балтық бойындағы мемлекеттерді ұсынып отыр. Ал қалай ойлайсыздар, бізде 2026 жылы ең төменгі жалақы мөлшерін 200 мың теңгеге көтереді деп ойлайсыздар ма үкімет? Әлде сол 85 мың теңгенің айналасында қала ма? Өйткені 85 мың теңге қазіргі кезде инфляцияны есептейтін болсаңыз, азық-түліктің бағасын есептейтін болсаңыз, тұтынатын тауарлардың бағасын, көрсетілетін қызметтің бағасын есептейтін болсаңыз, 85 мың теңге шынында да ең төменгі жалақы болғанымен ол өте аз, бір отбасын асырауға ол жетпейді шынайы жағдайда. Ал үкімет осыны ескеріп 2026 жылы ең төменгі жалақы мөлшерін 200 мың теңгеге дейін жоғарылату мүмкін ба? Әлде осы күйінде қалдыра ма?